Қайырлы күн, тікелей эфирде ақпарат, студияда Қонысбек Терегұлы, суда аудармашы Самал Нұрым. Еліміздегі бюджет есебінен қаржыландырылатын бағдарламалар толық тексерілетін болды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметтің кеңейтілген отырысында 1 мамырға дейін ревизия жүргізу туралы тапсырма берді. Сондай-ақ жиында инфляцияны баяулату, салық кодексі, жұмыспен қамту, цифрландыру және басқа да салалардағы мәселелер көтерілді. Әріптесім Оңғар Алпысбайұлы қазір тікелей эфирге қосылуға дайын тұр. Оңғар. Қонысбек, президенттің төрағалығымен өткен үкіметтің кеңейтілген отырысы жаңа ғана аяқталды. Алдымен премьер-министр Олжас Бектенов еліміздің 2025 жылғы әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері мен үкіметтің биылға арналған жоспары туралы баяндама жасады. Цифрландыру үдерісі және жасанды интеллектіні енгізу мәселесіне премьер-министрдің орынбасары жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев тоқталды. Ал ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов ақша несие саясаты және инфляцияны төмендету шаралары туралы есеп берді. Қасым-Жомарт Тоқаев өз сөзінде алдымен конституциялық реформаға тоқталды. Жаңа құжатта суперпрезиденттік жүйе түбегейлі жойылып, мемлекеттік басқарудың жаңа жүйесі енгізіледі. Бүгінге дейін арнайы комиссияның 10 отырысы өтті. Алғашқы құжаттың жобасы халыққа ұсынылды. Тұрғындардың қызу талқылауы қуантарлық жағдай. Бұл сапалы конституцияны жасақтауға сеп болады, деді мемлекет басшысы. Сондай-ақ экономикалық өсім, инфляция мәселелеріне, жаңа салық кодексіне де тоқталды. Әсіресе өңірлердің табысы азаймауы керектігі айтылды. Тағы бір маңызды мәселе, жыл соңында түрлі органдар бөлінген қаржыны игереміз деп қызу жұмыс істейді. Бұл игеруіміз ақшаны шашу, сондықтан жұмыс жүйесін өзгерту қажеттігі айтылды. Ал бюджеттен қаржыландырылатын бағдарламалар тағы да толық тексерілетін болды. Президент медицина, білім, өнеркәсіп және басқа да салалардағы мәселелерді көтерді. Алдағы шығарылымдарда толықтырып жеткіземіз. Қонысбек. Рахмет, Оңғар. Жаңа конституция жобасы қоғамдағы өзгерістерге сай жаңарып, елдің тұрақты дамуына негіз болуды көздейді. Мұндай тың бастама әлеуметтік әділеттілік пен құқықтық тәртіпті нығайтуға бағытталған. Нәтижесінде бұл жоба елдің саяси әлеуметтік дамуына жаңа мүмкіндік ашып, азаматтардың құқығын қорғауды күшейтеді, дейді тұрғындар. Әлем цифрландыру, жасанды интеллекттің дамуымен қатар мемлекетте дамып келе жатыр. Бірақ оның жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Сол конституцияда сол цифрландырудың әр түрлі ақпалдарынан қарапайым адамдарды, қарапайым біздің Қазақстан Республикасының азаматтарын қорғау жолдары да айтылған. Конституция жобасын қарап шықтым. Адам құқығын қорғауға көп мән берген. Дегенмен де менің елім, менің жерім деген азамат бейжай қарамау керек деп есептеймін. Сондықтан да менің толық жатын деп білемін. Меніңше бір палаталы парламент құрудың саяси мән мағынасы зор деп есептеймін. Себебі заңның тез қабылдануына әсер етеді. Бұрынғыдай ұзақ талқыға түспейді. Заң мен тәртіпке бағынған мемлекеттілігіміздің осы сапалы заңдарды туындауына негізгі әсер етеді. Жаңа конституция жобасында экологиялық қауіпсіздік мәселесі жаңа деңгейге көтеріліп жатқанын жалпы естідім өзім. Бұл өз кезегінде жауапкершілікті артады. Тұрғындардың тек қана қоршаған ортаны емес, адамдардың, яғни денсаулығын және мүддесін, яғни қорғауға жол ашады. Заман талабына сай, яғни алдағы уақытта заңмен қадағаланады деп есептеймін. 35 миллион ақш доллары ұлттық қордан ақшасын шешкен жас қазақстандықтар осынша қаражатты тұрғын үй мен білім алуға жұмсады. Бұл 2024-26 жылдар аралығындағы көрсеткіш. Осы кезеңде барлығы 223 мыңнан астам өтініш қабылданып толық орындалды. Оның ішінде 22 миллион ақш долларынан астамы тұрғын үй жағдайын жақсартуға жұмсалса, 13 миллион ақш долларынан астам қаражат білім беру қызметтерінің ақысын төлеуге бағытталған. Ұлттық қор балаларға жобасы аясында кәмелетке толған әрбір азамат шотындағы қаражаттың толық көлемде пайдалануға құқылы. Ал игерілмеген сома жинақтау шотында сақталады. Қазіргі таңда бағдарламаға 3-ші жыл қатарынан қатысып отырған баланың шотында $370.56 жинақталған. Бұл мемлекеттің әр балаға арналған ұзақ мерзімді қолдауы. Ал Шымкентте алимент төлемеген азаматтардың қарызы 5 миллиард теңгеге жуықтаған. 3,5 мың адам борышкердің қатарында. Олардың 700-ге жуығы табысын көрсете алмаған. Сондықтан қалада арнайы жәрмеңке ұйымдастырылып, 30 кәсіпорын вакансия ұсынды. Кейбір мекемелер мамандығы жоқ азаматтарды тегін оқытып, сертификат беруге дайын. Осылайша борышкерлерді жұмыспен қамту арқылы алимент берешегін өтеуге мүмкіндік берілді. Около 5 миллионов тенге.
5 миллионға жуық берешегім бар. Жұмыс тауып бергендерге алғысым шексіз. Өздері үйретіп, жұмыспен қамтиды екен. Енді осы кәсіпорында жұмыс істеуге ниеттімін. Мамандығым электрик, бірақ қызметті алғамаймын. Жаңа қабілеттерді игеріп, кез келген тапсырманы орындауға дайынмын. Енді жаһан жаңалықтары Армения мен ақш бейбіт атомды дамыту жолында ынтымақтасуға уағдаласты. Бұл туралы келісімге Құрама Штаттар вице-президенті Джей Ди Венс пен Армения премьер-министрі Никол Пашинян Ереванда қол қойды. Венстің мәлімдеуінше Вашингтон Арменияға 9 миллиард доллар инвестиция салады. Соның 4 миллиарды энергияға жұмсалады. Блумбергтің хабарлауынша бұл құжат Арменияға Американың ядролық технологиясының отынын және қызметін экспорттауға құқықтық негіз болмақ. Сонымен қатар осы мәміле нәтижесінде америкалық компанияларға кеңес одағы кезінде салынған Армения атом электр станциясын алмастыру туралы келісім үшін күресуге мүмкіндік туып отыр. Тағы бір айта кететін жайт, Еревандағы кездесуде ақш оңтүстік Кавказдық республикаға 11 миллион долларға әскери дрон технологиясын сататынын да жариялады. ақш-тың Нью-Йорк қаласында қаңтардың ортасынан бері аяз бен суықтан мерт болғандар саны 18-ге жетті. Мұны осы мегаполистің мэрі мәлімдеп отыр. 10 мәйіт даладан табылған, қалғандарының қандай жағдайда жан тәсілім еткені белгісіз. Қала басшысы үйсіздерді қабылдайтын орындарды көбейтіп, көшелерде 150-дей әлеуметтік қызметкердің жұмыс істеп жатқанын да атап өтті. Дегенмен, жергілікті метеорологтар осы апта соңында күннің жылайтынын, бірақ орташа температура әдеттегіден төмен болатынын хабарлап, суықтан әлі де сақтану қажеттігін ескертеді. Күн райы бойынша енді еліміздегі ахуал: Ақтөбе облысында жол апатынан 4 адам қаза тапты. Оқиға Қарғалы ауданында болды. Ақтөбе Орск тас жолында Opel маркалы автокөлік қарсы бағытқа шығып кетіп, жүк көлігіне соққан. Салдарынан жүргізуші мен 3 жолаушы сол жерде көз жұмды. Сондай-ақ бүгін Мұғалжар ауданында да 10 көлік соқтығысты. Боранның салдарынан соңғы келе жатқандары апатқа ұшыраған өзге көліктерді көрмеген 3 адам жарақат алды. Қазір оқиға орнында жедел тергеу тобы жұмыс істеп жатыр. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, зардап шеккендердің жағдайы жақсы, оларға амбулаториялық көмек көрсетілген. Ал Астанада қолайсыз ауа райына байланысты 18 әуе рейсі кешіктірілді. Оның 8-і басқа қаладан ұшып келетін, қалғаны Елордадан ұшып кететін рейстер. Халықаралық әуежайдың баспасөз өкілдері тоқтаусыз жауып жатқан қардың салдарынан әуе кемелеріне мұзға қарсы өңдеу жүргізу мүмкін болмай жатқанын хабарлады. Сонымен бірге жолаушыларға өз рейстері бойынша ақпаратты онлайн табло немесе әуе компаниялар арқылы анықтау керегін айтады. Сондай-ақ ел бойынша 6 аймақта республикалық маңызы бар жолдар жабылды. Қазавтожол өкілдердің айтуынша, Астана қаласы мен Қарағанды, Абай, Қызылорда, Шығыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарының кей аумағында жүк көліктерінің қозғалысына шектеу енгізілсе, басқа аймақтарда барлық көлік түрі үшін жол жабық. Осыған дейін синоптиктер алдағы 3 күнде республиканың басым бөлігінде күн райы бұзылатынын хабарлаған еді. Солтүстік пен орталықта -30 градусқа дейін аяз күшейеді дейді. Ал солтүстік, солтүстік батыс, орталық, оңтүстік және оңтүстік шығыс өңірлерде қар аралас жаңбыр жауады. Шығыс аймақтарда да жауын шашын күтіледі. Елдің басым бөлігінде боран, көктайғақ, бұршақ және екпінді жел болуы ықтимал. Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданына қарасты Шабдаржаб ауылында 263 бас ірі қараның белгісіз ауруға шалдыққаны анықталды. Індет шыққан малдан биологиялық сынама алынып, зертханаға жіберілген. Ауырған малдың сілекейі көпіріп, ауыз қуысында бөртпе пайда болып, күйіс қайырмайды. Қазір ветеринарлар тиісті ем-дом жасап, ауру малды тіркеп жатыр. Ауданда 4 бригада жұмыс істейді. Сондай-ақ Алмалы ауылында 12 бастан белгісіз ауру табылды. Мал дәрігерлері бұл дерттің стоматит не ринотрахеит болуы мүмкін екендігін айтады. Әзірге сынама қорытындысы шыққан жоқ. Әзірге тиісті биологиялық материалдар алынып зертханаға жолданды. Енді қазіргі уақытта оны зертханалық тексеру нәтижелері шықпай, мысалы яшчур ауру или басқа ауру деп айтуға негіз жоқ. Қазіргі уақытта бұл малдар жергілікті Ақжайық аудандық ветеринарлық станциясымен емдеу жұмыстары жүргізіп жатыр. Антибиотик егіп, зертханалық тексеру нәтижелері 1 жетінің төңірегінде белгілі болу керек.
Милан мен Картинада өтіп жатқан қысқы олимпиаданың алтын, күміс және қола медальдері сапасыз болып шықты. Мәселен, жедел сырғанап түсуден америкалық чемпион Бризи Джонсонның алтын жүлдесі қолына тигеннен кейін жарылып тіпті бөлініп қалды. Неміс биатлоншысы Юстиус Стрелованың қола медалі де жарылып кеткен. Швециялық шаңғышы Эбба Андерсонның күмісі қардың үстіне түскеннен кейін ортасынан қақ бөлінген. Бұған алаңдаған ұйымдастырушылар келеңсіздікті тергеуге кіріскенін мәлімдеді. Әзірге айтарымыз осы. Ендігі шығарылым 17:00-де бізден ақпарат күтіңіз.